Мынау ілмек не үшін керек? Яғни мына жаққа мына жіпті өткіземіз. Бірақ мынау ілмек не үшін керек деген осындай сұрақ келіпті. Ол бізде мынандай қосарланған қос басты инелер болады. Осы инелерді пайдалану үшін мына ілмекті қолданамыз. Бұл инеде дәл осындай бір жағы кішкене дөңес, бір басы, ал екінші шеті көрдіңіздер ме? Мынандай теп-тегіс. Міне мына жағы дөңес, мына жағы тегіс. Бұның да осы тегіс жағын арт жаққа қойып, дөңесін өзімізге қарата отырып орнататын боламыз. Бұл қосарланған инелерді біз көбінесе футболканың шетін, киімдердің шетін әдемі болып тұру үшін, екі тігіс әдемі болып шығу үшін қолданатын боламыз. Оны орнату да оп-оңай. Кәдімгі осы болтын босатып, инемізді шешіп аламыз да, мынаны соның орнына кигіземіз. Енді жіпті қалай алып келеміз? Мына жерде екінші жіпке арналған осы жіп қоятын болады. Осы екеуін енді осы екі жібімізді алып бірдей мына жерлерден қазір өткіземіз. Астан айналдырамыз және де мынадан мына ілгішке мынаған іліну керек. Осыдан өткізіп төмен қарай қоямыз. Мына жерге ілгеннен кейін міне бірінші ілгішке мынау, екінші ілгішке міне осылай қолданамыз. Және де ары қарай өткізіп инемізді тіге береміз.